Осы заттар так қойылды заттар. Так машина. Так міне жауып қойдым магазиннің, ештеңе қалған жоқ. Әрең дегенде көшіп келдім ау. Мына заттар дейді маған төбеге екінші этажға көтеру керек, иә. Мынаны қалай көтеріп барам енді. Жарайды. Так, давай. Видео қосып едім ғой камерамды. Давай видеомен амандасып кетейін. Баршалықтарыңызға сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен бірге мен ойнан өрек, қалайсыздар достар? Достар, сіздер мен қайда деп ойлап тұрған шығарсыздар. Әрине достар, мен жаңа ауылға көшіп келдім. Яғни бұл жаңа ауылда жаңа YouTube хаус салдық. Яғни достар, бұл ауылда мен жалғыз емеспін, әрине мен достарыммен бірге. Бірақ бүгін менің достарым қазір қасымда емес, олар кешке немесе ертеңгі видеоларда келеді. Так, достар, мен жаңа ауылға көшіп келген кезде достармен бірге осындай жаңа YouTube хаус салған болатынмын. Ал ендеше сіздерге достар, мен осы YouTube хаустың ішін көрсетіп кетейін. Мына жақтан кіреміз, міне осындай заттарымыз. Мында гардероб, енді бет киімдерімізді қоямыз ғой енді. Осылай киімімізді мына кең залда жатамыз ғой бәріміз. Мына аяқта кухня, енді ананы енді өздеріңіз түсініп тұрған шығарсыздар, енді андай бір әжетхана дейді ғой. Короче, мынау мен бөлмем достар. Мен осы бөлмемді кірейін. Міне, осы өзім бөлмеме кірсем рахаттанып қалам бар ғой. Так, мында міне менің заттарым. Видео түсіретін, міне бізде балкон бар, міне осы екінші этаж және де үшінші этажда балкон бар. Қазір сіздерге де үшінші этажды көрсетіп кетейін балконын. Үшінші этажда тура осындай. Мінеки бұл жерден барлық ауылды көресіңдер ғой, міне анан қарасаңдар, бұл жерде үйлер көп, яғни жителерде көп деген сөз ғой. Короче, бұл астыға түсейік. Мына заттарды кіргізіп тастау керек қой. Так, машина өшіп тұр, иә. Машина өшіп тұрсын. Міне достар, мына жаңа ауылдың жері де қараңызшы достар. Міне нағыз жерде осыны айтады ғой, міне нағыз ауыл деген осы ғой. Қараңызшы достар, ауыл деген жақсы орналасқан, міне мына жерде деген кең жер ғой. Мына жерде деген қой, сиыр алып келсең, жылқы асырайтын болсаң, нағыз бай болып шыға келесің ғой ертеңінде. Міне бұл біздің жаңа YouTube хаусымыз. Короче, так. Ауасы да таза ғой достар. Ауасы да таза бар ғой. Так, сіздер білмей отқан шығарсыздар. Есігін жауса, жителер бар ма екен осы ауылда? Так, жителер жаңа әрбір заттарында компьютерлер тасып жүргенде жителер жүреді. Жител, ассалаумағалейкум, жител қалың қалай? Жител, мен, короче, үлкен 3 этажды үйді көрдім бе? Мен тыңдамайды екен достар. Жарайды енді, өмір ғой енді, қайтеміз енді, өмір ғой. Міне сіздерге мына ауылды көрсетіп шығайын, бәрі де бірдей үй, яғни білетін шығарсыздар достар. Сіздер міне мынандай кең жерде біз деген кейін дамитын боламын мен осында. Осылай енді осы жерде дамимын деген ойдамын. Бізде жаңа YouTube хаус. Достар, видео көп уақыт бойы видео шықпай кетті. Егер де сіздер видео шықпай қойса, егер видео көп шықпай қалып жатса, сіздер ренжімеңіздер, себебі менде қазір сабақ уақыты, яғни енді сабақ басталған жоқ, сабақ енді басталады ғой, жай ғана енді киім алып, форма алып деген сияқты мынау сабаққа в общем дайындалу керек қой. Ана жақта что-там жиналыс болып отыр ғой деймін. Ладно, бармай қояйық ол жаққа. Достар, сіздерге, короче, осындай қысқа болса да видео түсірейін дегенім жаңа YouTube хаусқа келдік деп сіздерге аз да болсын осылайынан видеомды түсіріп, осылай қоныс аударғанымызды сіздерге көрсетейін дегенмін.
алдағы уақытта қызықты видеолар шығатын болады достар. Ал ендеше сіздер менің арнама жазылмаған болсаңыздар, арнама жазылып, тіркеліп, лайктарыңды бас кетіңдер. Сол кезде 300 подписчикке жететін боламыз достар. Ал ендеше сау болыңдар достар. Келесі видеода кездескенше, бүгін сіздермен бірге болған мен Ойна Нурик.